Баршаңызға сәлем. Бүгін біз иммунитетті көтеретін, гемоглобинді көтеретін өте пайдалы витамин дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңғақ және бал керек болады. Сосын өзіңіз қалауынша банкі болсын, арнайы құтыға дайындасаңыз да болады. Осылай жаңғақты жақсылап шағып, дәнінен ажыратып аламыз. Дәнін бір бөлек салып ыдысқа. Осылай дайындап болғаннан кейін дәндерді майдалап бөлеміз. Қолмен бөлсеңіз де болады, өз қалауыңыз бойынша. Және бұл балаға бергенге ыңғайлы, өзіңе бүйтіп жеуге ыңғайлы, өте пайдалы нәрсе. Осылай бірінші дәндерді салып боласын, одан кейін балды саламыз, осылай араластырып салып аламыз. Өте адам ағзасына өте пайдалы, ойлау қабілетін жақсартады, иммунитетті көтереді, гемоглобинін көтеретін өте жақсы витамин. Және де бұл жаңғақтың қасына мейіз қоссаңыз да болады, өз қалауыңызша бойынша жасасаңыз болады. Бізде балдарым мейіз ұнатпайтын болған кейін мен осылай жасадым. Бұл мен екінші рет жасауым. Балдарым жақсы көріп, ұнатып жеп алды. Біріншісін бұл, екіншісі. Сіздер де жасап көріңіздер, өте пайдалы. Балдарыңызға да жасап беріңіздер, үлкендерге де өте пайдалы. Азанда аш қарынға берсеңіздер де болады, 2-3 қасықтан. Өте керемет дайындалады. Алдағы уақытта қызықты видеолармен бөлісетін болам. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.